Баршаңызға қайырлы күн. Есімім қымбат, каналыма қош келдіңіздер. Әне-міне дегенше қыс мезгілі де келіп жетті. Бұл кезеңде ағзаға қардың зиян немесе пайдалы екендігін білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріп, арнама тіркеліп кетіңіз. Қыс мезгілінде баршамыздың балаларымыз, тіпті өзіміз де қар жегіміз келеді. Ал сол қар пайдалы ма, зиян ба екендігін білмейміз. Ғалымдар 2017 жылы зерттеу жүргізген. Оның қорытындысы бойынша жерде жатқан жарты күн болмаған қардың адам ағзасына зияны жоқ екендігі дәлелдеген. Олар қарды қатты аяз күндері жеген дұрыс деп санайды. Бірақ 2 күннен асып кеткен қарды адам жемеген дұрыс. Жаңа жауған қарда бактериялар саны көп болмайды. Тәжірибе Румынияның ең суық қаласында жасалған. Ақпанда қар құрамында бактериялар қаңтардағыдан 4 есе көп болып шықты. Қар өзіне шаң жинайды. Қала маңында кәдімгі табиғи қоқыс пен бактериялардың адам үшін өте қауіпті ауыр металдар мен басқа да улы заттар көп. Қарды жеген адам оның бәрін сіңіреді және де өз өміріне улану қаупіне ұшыратады.